Бұйыл еліміздегі мектеп бітіруші түлектер үшін 25 мамырда мектебім саған мың алғыс атты іс-шара аясында соңғы қоңырау соғылатын болады. Ал республикамыздың барлық мектебінде 24 мамыр күні білімім отаным атты бірыңғай сынып сағаттары өтті. Арыс қалалық білім бөліміне қарасы Мұхтар Әуезов атындағы мектеп гимназиясына арнайы барып жаңа форматтағы тәрбие сағатына куә болдық. Мұхтар Әуезов атындағы мектеп гимназиясының 2-ші А сынып оқушылары білімім отаныма тақырыбындағы жылдық қорытынды тәрбие сағатына дайындықпен келген. Әнұранды шырқаумен басталған сабақ оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаевтың құттықтау тілегімен жалғасты. Құрметті әріптестер, ата-аналар, оқушылар, сіздерді биылғы оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймын. Осы айтулы оқиғаны алғаш рет білімім отаныма тақырыбында жаңа бірыңғай форматта атап өтеміз. Бұл бір жылда атқарылған жұмысты қорытындылап, мұғалімдерге, мектеп ұжымына, ата-аналарыңызға алғыс айтуға тудырылған мүмкіндік. Өйткені сіздердің еңбекпен алған білімдеріңіз отанға деген сүйіспеншілікпен құрметтің белгісі. Бүгін сіздермен бірге еліміздегі 4 миллионға жуық оқушы келесі сыныптарға ауысады. Бір жылда сіздер есейіп, оқуда, шығармашылықта, спортта үлкен жетістіктерге жеттіңіздер. Осы оқу жылында біздің оқушылар 10 халықаралық олимпиадада 243 медаль жеңіп алды. Оның ішінде 20 алтын, 95 күміс, 128 қола медаль бар. Сіздердің әр қайсыларыңыз өз нәтижелеріңізбен мақтанасыздар. Сіздерді шын жүректен құттықтаймын және мұнымен тоқтап қалмауларыңызды тілеймін. Министрде мотивация алған оқушылар әрмен қарай топ-топқа бөлініп, жылдық білімін қорытындылап, нәтижесін бөлісетін топтық сайысқа сақадай сайланды. Біздің ұранымыз, біз суқармыз, самғап ұшып ұтамыз, жеңілмейміз, ешқашан бәрін ұтып шығамыз. Сұрақ жауаптан сүрінбей білгенін жарыса баяндаған оқушылар мұғалімдерді де, ата-аналарды да қуантты. 24 мамырда оқу ағарту министрлігінің тапсырмасына сәйкес барлық сыныптарда білімім отаныма тақырыбында тәрбие сағаттары өтілді. Барлық сыныптардағы өтілген тәрбие сағаттары барлығы жоғарғы деңгейде өтілді. Соның бірі бүгін 2-ші А сыныбында сынып жетекшісі Тәжібаева Қарлығаш Ақжігіт қызының ұйымдастыруымен, ата-ананың қатыстырылуымен сынып сағаты болды. Сынып сағатында балалар жыл бойындағы алған білімдерін тиянақтап, қорытындылап, өздерінің алған білімдерін сол жерде сайыс арқылы көрсетті. Айта кетейік, оқу ағарту министрлігінің хабарлауынша биылғы оқу жылын 4 миллионға жуық оқушы аяқтайды екен. Оның 186 мыңы 11-ші сынып бітіретін түлектер. Олар мектеп бітіру кешін бұрынғыдай аста төк сән салтанатпен тойламайды. Оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаевтың ескертуінше, түлектер соңғы қоңырауды ысырап жасамай, даңғаза қылмай өткізуі керек. Ведомство өкілдері соңғы қоңыраудың бірыңғай сынып сағаты форматына ауыстырылу себебін елдегі су тасқыны жағдайына байланысты деп түсіндірді. Яғни бұрынғыдай кортеж, мейрамхана, сәнді көйлек секілді ысырапқа жол берілмеуі тиіс. Соған сәйкес түлектер үшін 25 мамырда мектебім саған мың алғыс атты іс-шара аясында соңғы қоңырау соғылатын болады. Ал республикамыздың барлық мектебінде 24 мамыр күні білімім отаныма атты бірыңғай сынып сағаттары өткізілді. Балауса Оспан, Бағдат Қайратұлы, Арт ТВ жаңалықтары.